Баяғыда түрлі түсті таяқшалар тар қорапта тұрыпты. Қорапта орын-аз, бәрі қысылады. Оқ, шығайықшы деп бір-бірін итереді. Бір күні олар қораптың қақпағын ашып, сыртқа секіріп-секіріп шығыпты. Жарық, кең әдемі әлемге таң қалыпты. Олар әр түс өз алдына бір-бір үй саламыз деп шешіпті. Ақ таяқшалар аппақ үй салды. Қара таяқшалар қара қамал тұрғызды. Қызыл, қызғылт, қою қызыл бірге әдемі үй жасады. Көк, күлгін түрлі түсті үй салды. Сары, сарғыш, күндей жарқын үй жасап алды. Бірақ таяқшалар біраз тұрғанда бір-бірімізді сағындық, бұлай бөлек тұру көңілсіз екен деп күңіреніпті. Сөйтіп олар бір-біріне қонаққа бара бастапты. Ақ үйге қызылдар келді. Сары үйге күлгіндер барды. Көк үйге қара таяқшалар қонақ болды. Барлығы ойнап күліпті. Сөйтіп таяқшалар бір дауыстан бірге болғанда бәрі әдемі, түстер көп болса өмір көңілді деп қуаныпты. Сондан бері таяқшалар араласып бірге ойнайды. Әр күндері түрлі түсті көңілді шаттыққа толы болыпты.